Қайырлы күн достар. Ассалаумағалейкум. Бауырлар, әріптестер, қалайсыңдар? Бүгін 8 қаңтар 2021 жаңа жылда бір жаңа бағытпен видео түсірейін деп отырмын. Барлықтарыңды бүгінгі жұма күнімен жұма мүбәрәк болсын. Жаңа жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Сиыр жылы бізге тек жақсылығы мол болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, тек табысты жыл болсын. Так, достар, мен бір видео түсірейін деп отырмын. Так, менің есімім Қайрат Нұрниязов. Мен жеке кәсіпкермін. Көптен бері бір видео салған жоқпын. Сондықтан бір видео, қысқа видео түсіргім келіп отырмын. Достар, мен жерде мына бір керемет слайд маған өте қатты ұнайды. Біздер енді бизнес саласында жүргесін қаржылық сауаттылығына кішкене уақыт бөліп қараймыз, тыңдаймыз. Сол кезде барлық қаншама жетістікке жеткен бай, қуатты, былай керемет, қазір таңда әлемдік деңгейдегі өте жақсы бай, қуатты адамдардың жаңағы қаржы сауаттылығын тыңдағанда сіз қанша табасыз маңызды емес. Сол тапқан ақшаларыңыздың 10%-ын міндетті түрде жинау керек. Жоқ дегенде 10%-ын 20% болса өте керемет, 30% болса тамаша. Ол $100 табасыз ба, $500 табасыз, 1000 ба, ол маңызды емес, маңызды сол ақшаларыңызды 10%-ын жинау керек. Жинағаннан кейін оны сақтау керек. Сақтап, және оны көбейте білуіңіз керек. Достар, мына маған осы слайд өте ұнайды, сондықтан мен осыдан бастайын деп отырмын. Енді қараңыздар достар, әріптестер, сіздер бір ойды ойлап жүрсеңіздер, соған іс-әрекетке кірісіңіздер. Әрекет түбі берекет. Ойлап жүре бермей, міне уақыт өтіп жатыр. Сондықтан бір ой ойладыңыздар ма, соны іс-әрекетке көшіп, сол әрекеттен бір берекетін табыңыздар. Енді қараңыздар достар, бұл жерде мен слайдқа қазір таңда бренд компаниялар шығарып қойдым. Өте керемет компаниялар қазір таңда. Бұл жердегі компаниялардың кімде-кім кезінде құнды қағаздарын, акцияларын алған адамдар осы компаниялардан қазір үлескер болып отыр. Сондықтан бұл жерде әдейі портфель дейді ғой, әртүрлі акция, облигация, биржа. Сол жердегі брендовый компаниялар шығарып қойдық. Өздеріңіз білесіңдер, Apple компаниясын, Facebook, Microsoft. Сол компания сияқты қазір таңда осындай құнды қағаздарын кезінде алған адамдар қазір осы компаниядан әрбір сатылымнан үлесін алып отыр, былай айтқанда. Енді менде қазір таңда өзімнің осындай құнды қағаздарым бар. Мысалға Facebook'тан, Microsoft'тан, Intel'дан, Coca-Cola'дан деген сияқты. Неге мен жерде әртүрлі пакет көрсетіп отырмын? Оны қазір алда уақытта айтамын. Енді қараңыздар, мен Фердом Финанс қазір таңда мен брокерский счетым бар. Сол жерден мен осы компаниялардың, мысалға қазақстандық биржа, российский, американский, европейский биржа компаниялардың құнды қағаздарын қазір таңда біз сатып алып, солардың дивидендін көріп отырып былай айтқанда. Енді өздерің білесіңдер, Роберт Кийосакидің «Квадрат денежного потока». Өте жерде керемет, мен осыны бірінші тыңдағанда өте таңғалғанмын. Сондықтан енді жерде 80% адамдардың барлығы жаңағы жалдамалы жұмыста, кәсіпкерлер өзіне жұмыс жасайтын. Және жерде крупный система бизнесмендер үлкен бизнесті бағындырып отырған былай айтқанда. Және ең төртінші квадрат ол инвестор, акционерлер. Барлықтарыңды инвестор, акционер болуға шақырамын. Бұл жайында енді кеңірек YouTube-тан қарауларыңызға болады. Мына сайт маған өте бір ұнайды. Как начать зарабатывать хорошие деньги с помощью цифровой актив без дополнительных знаний и опытов дейді. Қараңыздар, көбіміз біздер ойлаймыз, осы қазір таңда мына ақша табу, интернеттегі ақша табу жолдарын бір арнайы оқудан өту керек, және бір жаңағы тәжірибе болу керек деп ойлаймыз. Енді әрине қазір таңда барлық табыс көзі
интернетте. Сондықтан шақырам әрине интернеттен бизнес жасап табыс көзін табуға. Енді бұл жерде Сайтмұрат Давлатов өте күшті бір жазып қойыпты. Енді әрине Алла Тағала біздерге үлкен мүмкіншілік береді. Сол мүмкіншілікті пайдаланбау тек қана өздерімізге байланысты. Арғата алып кету. Мен енді мына Сайтмұрат Давлатовтың «Я и деньги» кітабын оқыдық. Сол жерде үлкен жаңағы қаржыны жинап, сақтап, көбейтіп, сол жайына өте кең көлемде жазылған. Соны барлықтарыңызға оқуға кеңес беремін. Уоррен Баффет өте жақсы қылып жазып қойыпты. Қазір тек бір бағытта дамымау керек, жан-жақты даму керек былай айтқанда. Енді достар, мен жерде сіздерге барлықтарыңызға бір мотивация, тек былай құрғақ мотивация берейін деп отырған жоқпын. Негізгі мен бағытыма келе жатырмын. Барлық іс әрекетке баратын тек қана біз өзіміз жауаптымыз, және өзімізге байланысты. Бұл ешкімге, біздің мемлекетке, біздің жаңағы тұрып жатқан жерімізге, біздің ата-анамызға, біздің тұрып жатқан жанұямызға байланысты емес. Барлық себеп 99% тек сізге байланысты. Арман мақсатқа жету үшін. Енді что такое инвестиционный портфель дейді. Осыған мен кеңінен тоқталғым келіп бір. Білесіздер, қазір жиналған табыс көзі инфляция жейді, оны твердый валюта сақтау керек, және жиналған ақшаны жұмыс жасату керек. Оны қалай жұмыс жасату керек, арғата слайдтан көрсетемін. Достар, мен жерде бір слайдты өзім жазып қойғанмын. Енді біздер бизнес саласында жүргесін жаңағы әртүрлі салаға, әртүрлі бағытпен жұмыс жасаймыз. Енді айталық та, мен жерде жақсы көрінем екен. Менің мынау әртүрлі бағыттағы мен жаңағы бизнестерім, былай айтқанда бизнестерім. Енді мен жерде қандай бизнесте қандай пайызбен жұмыс жасап тұрған барлығы көрініп тұр. Ол жайына қазіргі келесі слайдта бәрін тоқтала кетем. Енді қараңыздар, барлықтан ойлайтын шығарсыңдар, тек қазір таңда мен тек бір бағытқа барлық табысымды, тапқан табысымның, жиналған табысымның бір бағытқа салып жатырық деп. Жоқ, менде әртүрлі салада бармын. Мен енді мына Instagram, Facebook парақшамыздан көрсеңіздер, әртүрлі бизнесті бағытты салып отырамын. Соның ішінде енді қазір таңда осы компанияларға қысқаша, нұсқаша тоқтала кетейін енді қазір. Менде 16 түрлі, былай айтқанда, активтерім бар. 16 түрлі портфелім бар, былай айтқанда. Енді басынан тоқтала кетейін. Сол 16 түрлі портфелімді мен 100%-ға бөлдім де, сол 100%-ға қай салаға қандай пайыз табысымды салғанын көрсетіп қойдым. Мынау менің өзімнің, былай айтқанда, активтерім қазір таңдағы. Былай айтқанда, действующий дейді, қазір таңда жұмыс жасап тұрған интернет бизнестерім. Оны қазір айта кетермін. Біріншіден бастап тоқталайық. Crypto Unit Average World Crew дейді. Бұл қазір таңдағы ценный бумага, цифровой актив қазір таңдағы. Андрей Хавраттың қолдауымен болып жатырған дүние. Crypto Unit қазір таңда World Crewға ауысып, осы алдағы уақыттардағы екі биржаға шығайын деп тұр, швейцарский, эстонский биржаға. Бұл компания 2019 жылы мартта басталған проекті. Осыған қазір таңда біздер командамызбен келдік, көрдік. Қазір таңда өте қатты бағытта жақсы дамып келе жатқан проекті. Енді бұл компания жөнінен менің YouTube каналымда бар негізінде. Мен YouTube каналыма түсіргенмін. Осы бағытта қысқаша түсіргенмін. Қалай сату керек, қалай жаңағы ішкі биржаға қалай шығу керек деген сияқты. Енді осы салада мен 19%-ым бар. Екінші Skyway Invest Group және Skyway Capital дейтін компаниямыз бар. Бұл енді транспортный компания, Анатолий Юницкийдің. Бұл енді өте керемет компанияның бірі мен үшін. Әрине бұл
қазіргі таңда стартап деп айтсақ бола ма қалай, 2014 жылы өзінің краунд инвестинг система бойынша долялары сатылып бастады. Енді әрине қазір Марини Горький Белоруссия қаласы мен Дубайда, Чарджада салынып жатыр. Алдағы осы 2021 жылы бір адресный проекттер бар. Адресный проект салынып бастаса, долясын сатылуын тоқтатылса, уже ішкі биржа ашылады деген сөз. Енді оған әрине бұл ұзақ мерзімдік жоба, сондықтан бұған сәл уақыт керек. Үшінші жоба супқа токен. SBA coin бар қазір таңда. Аладдин дейтін тоже долясын сатылып жатыр. Бұл қазір таңдағы супқа өзінің әртүрлі мемлекеттерде, керемет мемлекетте дата центрлерін ашты. Тахир Тоқтарович дейтін қазір таңда өте керемет новый бұл интернет платформа, Google сияқты, Яндекс сияқты. Бұл халал жоба былай айтқанда. Қазір білесіздер, YouTube'да, Google'да әртүрлі порнографиялық видеолар болады. Ешқандай фильтр жоқ былай айтқанда. Бұл компанияның бір ерекшелігі, алдағы уақытта шықса, бұл ешқандай жанындай балдарға көрінбейтін видеоларды фильтровать етіп жібереді. Арнайы сондай бір жобаның бірі. Төртінші, SimCorp компаниясы Bitbon Bitrate цифровой актив привязан к блокчейну многофункциональными активами дейді. Бұл да цифровой актив. Бұл қазір таңда Александр Александрович Кут дейтін основателі 2020 жылы рынокта қазір таңда 2017-тен бері қазір таңда өзінің токендерін сатылып жатыр, былай айтқанда. Бұның да өте алдағы уақытта болашағы күшті. Бұл компанияға мен көп уақыт бөліп, қарап, тыңдап, көріп, белгілі бір пайыз, 12% дейді, бұл да аз пайыз емес. Мен осыған доляларын сатып алдым. Бұның ерекшелігі майнингтен біздерге қазір таңдағы токен Bitbon келіп тұр. Бесінші, Vec Token Project, криптовалюта 7% бар бұда жерде. Бұл да бір үлкен сообщество, эко-сообщество дейді. Бұның основателі қазір таңдағы Искендер Хасанов дейтін кісі, оннан астам жобасы бар. 4 биржада, CoinMarketCap'та 4 биржада қазір таңдағы реальный шығып жатқан криптовалюталардың бірі. Енді алтыншы, Дмитрий Дуинов, қазір таңда барлық қозғалтқыш двигатель дейді, солардың барлығын асинхронный двигатель шығарып жатыр. Бұл да бір керемет жобаның бірі. Александр Дуинов дейтін кісі өзінің ерекше басқа қазір рыноктағы двигательдерге қарағанда басқа бір ерекше асинхронный двигатель шығарды. Сол двигательдерін қазір таңда бүкіл Европада, Индияда, барлық мемлекеттерде дамытып жатыр. Бұл компания қазір таңда да долясы сатылуда. Бірақ енді ішкі биржаны, осы алда уақыттарда ішкі биржа ашылып, біздің салған доляларымыз уже акция болып, сатып жіберіп, бір азғантай пайыз көруге болады, болмаса дивиденд көруге болады. Енді 8-ші Сақ Инвест, бұл инвестиционный компания, Сатчан Мендікулов дейтін өзіміздің отандық компания қазір таңда. Сақ Инвест айта кетейін. Сақ Инвест инвестиционный компания бізге айына 2% бізге доходымыздан пайыз беріп отыр. Бұның да активтері жақсы, өте керемет қазір таңда жақсы компаниялардың бірі. Мен 7-ші компанияны өткізіп жіберіппін. Золотодобывающая компания, технология инвестмент дейтін компания. Қазір таңда бұл компанияның алтын өндіретін компания. Бұл Гана мен Замвивада үлкен объем алып, слит алтындар алып жатыр. Солар мен акциясын сатып алғам. Привилегированный акция, простой акцияларын. Бұлар енді былай айтқанда жақсы, қазір таңда өте жақсы жүріп жатыр. Бірақ енді акциялар әрине сатылымда бар, бірақ кішкене қымбаттау тұрады. Лайзингуд Гермес дейтін компаниясында тоже бір үлескерімін. Бұл жерден де бір азғантай өзімнің долям салып, қазір таңда бұл компанияның основателін білесіздер. Игорь Романенко. Қазір таңда енді бұл компания Россияда белгілі өте керемет адамдардың бірі.
Бұл да бір инвестиционный компания, бұның әртүрлі жаңағы инвестициялық автопрограмма, жилище программа, обучающий системалар бар. Бұл жерде де менің өзімнің счетым бар. Иварычи Капарачин, Индиго 24 дейтін компания. Бұл компанияда пайызым аз болғанмен, қазір таңда мен бұл компанияның бір үлесінде отырпық. Бұл өзіміздің отандық компания, IT программамен айналысатын компаниялардың бірі. Бұл компания ұзақ болды келе жатырғанда, жай келе жатыр, бірақ келе жатыр. Бұны негізін қалаушы Дәурен Қазбекұлы өте мықты айтишник қазір таңдағы. Осы компанияны қазір таңда мен үлесімде бармыз, жақсы келатқан компаниялардың бірі. Енді 11-ші Tronchain Wallet криптовалюта. Бұл криптовалютаны да қарап тыңдап қойдым. Енді әрине, ода да менің өзімнің азғантай үлесім бар. Бұл енді CoinMarketCap'та бар, қазір таңда биржада прямо алып, сатып жүруге болады. Бұлардың енді біз өсімін көріп қарап отырып. 12-ші Bytex компаниясы. Bytex дейтін қазіргі NASDAQ, Binance сияқты биржаға шығамыз деген ойда, биржаға шығып жатыр. Қазір өзінің токендері өсіп жатыр. Бұл компанияны да қарап, енді азғантай болса да салып қарап отырған жайымыз бар. Так, Finico дейтін компания қазір таңда Finico'ны кэшбэкке салып қойдым. Біздер күніне бір азғантай пайыз келіп тұр. Finico'ны жаңа Кирилл Доронин дейтін менде өте негізін қалап атқан жігіт, өте күшті жігіт. Алда уақытта да жақсы үміт күтеміз. Енді Firdim Finance білесіздер, акция. Бұл компанияда 6 үлесім бар, пайыз. Бұл енді прямо живые акция дейді ғой, кәдімгі реальный акция, облигациялар сатып алып күтіп отыруға болады, құнды қағаздарды. Енді Crowd1 бәлкім білетін жасындар. Бұл игровой площадка, қазір таңда барлық ойындардың осы компания негізін қалап, осы компаниялар қазір таңда игровой площадкамен айналысатын компания. Енді GGT искусственный интеллект, Россияның компаниясы, стартап былай айтқанда. Доллар сатылып жатыр. Бұл компания шынымен қазір жасанды интеллектімен айналысады. Путин қолдап, Россияның белгілі бір алып 5 компаниясы, Сбербанк, Mail.ru, Яндекс, Лукойл сияқты компаниялар қолдауымен осы жобада жүріп жатырық. Бұл компанияларда менің негізгі долям бар былай айтқанда. Енді бұл компанияларға қазір мен қысқа нұсқа, бұл тек әңгіме болмасын деп, бұл компания жайында қысқаша түсіндіре кетемін. Енді қараңыздар, мен жерде бүйтіп тұр: не вклади все яйца в одну корзину дейді. Былай айтқанда, барлық алтын жұмыртқаларыңызды бір корзинаға сақтамаңыздар дейді. Вдруг бір сүрініп қалсаңыздар, барлық жұмыртқаларыңызды сағып аласыздар дейді, былай енді инвестиционный тілмен айтқанда. Сондықтан енді мен айтам, тек қана бір бағытта барлық табысты салып, олардан үлкен табыс күтуге болмайды. Себебі, білесіз, әртүрлі форс-мажор жағдай болады. Қазір таңда карантин жағдай сияқты, әртүрлі кризис болған жағдайда біздің үміт күтіп отырған компанияларымыз бәлкім іске аспай қалуы мүмкін. Сондықтан тек қана мен тек бір компаниядан үміт күтіп отырған жоқпын. Осындай, мысалға бір 16 портфельге салып отырмын. Енді достар, бұл жерде мен айтпағым, әрине, бұл компанияның әрқайсының ерекше орындары бар. Қазір таңда бұл компания қазіргі таңда жұмыс жасап тұрған компаниялар. Бірақ мен бұл компанияларға тек барлықтарына кепілдік бермеймін. Достар, дұрыс түсініңіздер. Әр компанияны ашып, қарап, былай айтқанда, ішіне кіріп, қарау керек. Өздеріңіздің ойларыңызды білдірулеріңіз керек. Сондықтан енді бұл компаниялармен енді мен қысқа нұсқа таныстырып жатырмын. Бұл компанияға зейін қойып қарап тыңдаңыздар. Егер, достар, әріптестер, осы компания жайлы сіздерге бір туыстарыңыз, достарыңыз, бауырларыңыз айтып жатса, сол өзіңіздің бауырларыңызға соғып, осы компанияны толыққанды білулеріңізді сұраймын. Себебі, енді қараңыздар, осы компанияның жоқ дегенде маған, мысалға, айталық жартысынан маған жұмыс жасап, жақсы болып кетсе, менің материалдық жағдайым шешіледі. Алла қаласа.
Сондықтан енді Алланың қалауымен осы компаниялардан үлкен үміт күтіп отырмыз. Себебі бұл компаниялардың барлығы бір ерекше, әр осы рыноктан алатын орындар ерекше. Енді қараңыздар, осы компанияға бірлеп өзімнің кабинетін көрсете кетейін. Міне бұл Skyway Invest Group компаниясындағы жаңа ең бірінші крипто юниттегі мынау менің кабинетім. Бұл крипто юниттегі кабинетім. Мынау әрине қарасаңыздар, басында барлықтан да менің өзімнің аты жөнім тұр. Мынау міне Қайрат Нұрниязов, бұл Skyway Invest Capital'дың долясы. Мынау SBA Coin, бұл супқа компаниясы, жаңағы айтқан. Енді мынау Bitrade Bourbon, так, Vectoken Project дейтін компаниясы, криптовалюта қазір таңда. Өте қазір соңғы осы зейін қойып тыңдап қарап жатқан компанияның бірі. Енді қараңыздар достар, бұл компанияларға мен жарнама жасап жатқан себебім, қараңыздар, бұл компанияларға адам шақырмасақ та, бұл компанияның өзінің токені өседі және күндегі стейкинг дейді, акселератор дейді, система майнинг дейді. Әрбір біздің токендеріміз былай айтқанда біздерге күндегісін 3 күн сайын, апта сайын біздерге өзінің үлесін қосып жатыр. То есть алған баланстарымыз көбейіп жатыр. Енді мынау Solar Group компаниясы, Дмитрий Дойнов, мынау не добываем золото, зомби, вегане дейді. Алтын өндіру технология инвестмент дейтін компаниясы міне. Интернеттен қарасаңыздар болады. Гермес компаниясы, инвестиционный компания. Краунд 1, DGT компаниясы, қазір таңда бұл да жақсы. Білесіздер, қазір крипто рынок қатты дамып, блокчейн, смарт контракты, жасанды интеллект, искусственный интеллект қатты дамып жатыр. Сондықтан барлықтарыңды осы компанияларды толық қарауларыңызды өтінем. Трончейн, криптовалюта, Bytex, так, GTT-ді айтқан шығармын. Но Finico, Cashback компаниясы, бұл компанияда жақсы келе жатқан компаниялардың бірі. Енді достар, біздерде қазір қарасаңыздар, біздер бір затты ойлаймыз, бірақ әрекетке бармаймыз. Бәлкім барсақ, оның артында бір берекет жатқан шығар Алланың қалауымен. Және өзіміздің материалдық жағдайларымызды жақсартамыз, да? Менің енді қазір таңдағы ойым, енді алдағы уақыттарда. Біз ақша емес, ақша бізге жұмыс жасау керек. Алдағы уақыттарда қысқа уақыттың ішінде бизнесте үлкен жетістікке жетіп, материалдық жағдайларымызды жақсартып, туысымызға, бауырымызға жақсы көмектесу. Былай айтқанда. Енді мой доход постоянно растут, я всегда могу позволить себе все, что захочу дейді. Менің инстаграм парақшам, Қайрат Нұрниязов, телефон, Билайн телефондарымыз тұр. Барлықтарыңызға, назарларыңызға көп рахмет. Менің YouTube каналыма жазылыңыздар, ұнап жатса лайк қойыңыздар. Енді әртүрлі бағытқа деп жатырмын ғой. Осы компаниялардың ішінен кімде-кім қызық болып жатса, маған отзыв қалдырыңыздар. Келесі видеомда осы компанияларға толыққанды түсірем. Әрбір компания бір тоқталып көрсеткім келеді. Әрине, менің партнерларым сұрауы бойынша. Сондықтан барлықтарыңызға зейін қойып тыңдағандарыңыз көп рахмет. Тек айыпқа бұйырмаңыздар, қараңыздар, лайк басыңыздар, жақсы отзыв қалдыруларыңызды өтінемін. Так, басқа айтпағым, енді менің инстаграм парақшамға және YouTube каналымда менің барлық осы компаниялардың ссылкалары тұрады. Ашыңыздар, қараңыздар, тыңдаңыздар. Егер тағы айтам, бұл жерге адам шақырып міндеттемейді. Мен тек осы қазағым бай қуатты болса екен, әрқайсының өзінің материалдық жағдайларын жақсартса екен деген ойымен сүріп жатқан жайым бар. Егер сізге танысыңыз, досыңыз осы компанияларды айтқан болса,
сол кісілерге, таныстарыңызға хабарласыңыздар. Барлықтарыңа көп рахмет. Сау, саламат болыңыздар.